Сәлем достар, есімім Анель, мен сексологпын. Бүгінгі тақырып жыныстық қатынасты қай жастан бастағаны дұрыс. Осындай сұрақ көп келеді. Осы сұраққа жауап бергенге дейін мен осындай бір нәрсені айтайын. Қазіргі кезде менің блогыма қарап көптеген адамдар осындай пікірді айтады. Бұл кісі жынысты сауаттылықты беріп, біздің жастарды құртып, жастар өте ерте жыныстық қатынасқа түседі деген пікірді айтады. Мен оны естіп жүрмін. Және де бұл пікір жайлы кішкене айта кетейін. Жалпы дүниежүзілік халықаралық практикада, ғылымдарда, бүкіл дүниежүзілік зерттеулерге қарасақ, сыйынсақ, бұл ұғым мүлдем дұрыс емес. Бүкіл ғылым, бүкіл халықаралық зерттеулер нені айтады? Жыныстық сауаттылықты ерте білген балдар, кісілер, жыныстық қатынасқа түсуді ерте емес, керісінше өте кеш бастайды. Бұл нені білдіреді? Бұл бала осознанность дейді ғой оны. Осознанно бұл әрекетке біліп, өзі біліп осыған түседі. Білмеген балдар оны білмей, өзімен өзі ешқандай білмей, оны зерттеу ешқандай осознанность болмаған соң, соған түседі. Осыны сіз білуіңіз керексіз. Және де осындай пікір қалдыратын адамдар осыны менің сөзіме сенбесеңіз, сексолог маманы сенбесеңіз, мен арнайы білім алып, арнайы оқуды бітіргенмін. Сенбесеңіз, онда басқа білікті мамандардан сұраңыз. Білікті маманнан. Осындай мәселелерді айтатын адамдар мүлдем сексология тарапынан, медицина тарапынан түк білімі жоқ. Сондай пікірлерді айтқанда мен таң қаламын. Мысалы, шын айтам. Мысалы, білікті маман болмасаң, қаншама халықтардың ойын бұзыватсың да. Ладно, бұл менің введение дейді, интро осы видеоға. Енді былай айтайық. Ең біріншісін біз білдік, да, что керісінше балаға жыныстық сауаттылықты ертерек үйден бастасаңыз, бұл жыныстық қатынасқа былай ғана түсе салмайды. Ол біліп, ойланып, қалай екен, дұрыс па, дұрыс емес па, ана кісі бүкіл ойланып, бұл әрекетке түседі. Ойланып, біліп. Бізге бұл ең бастысы. Бұл әрине үйден басталады. Үйден басталу керек. Ең біріншісі. Ата-анасы ақырындап түсіндіру керек. Бұл енді үлкен басқа бір тақырып, балаға жыныстық сауаттылықты қалай түсіндіру, қай жастан беру. Бұл өте басқа, бұны детская сексология дейді, балаларға арналған сексология, бұл өте бөлек тақырып. Бірақ екі сөзбен айтсақ, ең біріншісі, ата-ана не айту керек? Кішкентай бала өскенде өз-өзін ұстағанда ұрмау, мысалы, ананы ұстама, қолынан ұру болмайды, бұл ұят деп айтуға болмайды. Кішкентай бала 3 жастан бастап өзін зерттеп бастайды, бұл норма. 3 жастан бастап бала түсінеді, ол қыз ба, бала ма, оны мүшесіне қарап, өзін зерттейді, бұл норма. Осындай жастан бастап баланы осындай бір ұят па, ананы бала білмейді. Соны сіз түсінуіңіз керексіз. Бұл біріншіден. Екіншіден, бала өсе келе, мысалы, өзін кіші дәрет жуынғанда да, алғанда үлкен дәрет жуынғанда, үйреткенде, балаңызды бұны іш киім ережесі деп айтады. Іш киім ережесі дегенне, баланың іш киім астын ешкім ұстауға құқығы жоқ. Соны балаға түсіндіру керек. Сенің іш киімнің астында ешкім тек өз-өзін, тек рұқсат бойынша, тек сенің, мысалы, даже мен ата-анаң ретінде, тек рұқсатымен сені ұста аламы деген, уже бала өсе келе. Бұл қазіргі қоғамдық үлкен мәселелерге, мысалы, зорлау, зомбылықтан баланы осындай қауіпіден сақтайды. Бұл өте маңызды. Әрине, мектептен де болу керек, мектепте осындай жыныстық сауаттылықты беру керек балаларға. Бұл екі жақтан да.
енді бұл мәселеге келсек. Енді қай жастан бастау керек дегенде менің видеом бар, жыныстық физиологиялық белсендік деген, оны темперамент дейді әлі. Сол жерде мен айтқанмын, жыныстық белсендік әр адамда ол туылған, ол өзінің жаратылысы үш бар: жоғары, орташа, төмен. Баланың жыныстық белсенділігі жоғары болса, онда әрине жыныстық қатынасқа ерте түсетіне, себебі ол ерте жетіледі көбінесе. Ерте жетілуі, ерте етекір келеді, ерте балаларда мүмкін эрекция болады, мысалы, да, то есть уже ерте бала өзі білет, уже шаш өсет, мысалы, да, қыздарда да жігіттерде де ерте жетілу. Қаншама мамалар, аналар жазып жатыр, менің қызымның ерте жетіліп жатыр, етекір келетін шығар уже жақында. Иә, бұл оның белгісі. Және аналар, мысалы, уже байқалсаңыз, кішкентай балаңыз уже кішкене жетілу, уже денесі өзгеріп жатыр, значит, уже бұл жыныстық жетілуі уже жетіп жатыр. Сол кезден бастап жыныстық сауаттылықты беру керек. Сенің денең қазір өзгереді, мысалы, шаш өседі, етекір келеді, балаларда мысалы эрекция болады, оны мысалы әкелері түсіндіре алады, да, ұл балаларға мысалға. Сол кезде әрине ата-аналар білу керек, мысалы, бала қай жастан бастап уже примерно жыныстық қатынасқа уже талпынады, ізденеді. Соны ата-аналары көріп қадағалайды ғой, ақырын түсіндіру керек. Қиын болса, мысалы, кітапша сатып алып та, мысалы, сексология жағынан бала кішкене оқысын, зерттесін өзі. Үйде бір қарым-қатынас болу керек та, ұят болмайды деген жау болып қалмасын бала. Кішкене бұны норма ретінде. Әрине ашық-шашық бетіп сіздің алдында ештеңе көрсетпейді ғой, соны сіз қадағалайсыз. Бірақ бір сенім, бір нәрсе болып қалса, сізге айтатындай, бір бөтендерге даладағыда айтпай, сізге айтсын. Бұл ата-аналарға, да. Ал мысалы, мені жастар оқиды ғой, мені қарайды, мысалы, 20 жас, 18 жас арасында. Сіз өзіңіз қарайсыз. Бұны өзіңізден, мысалы, қашаннан бері сізге қызық болды. Қашаннан бері мүмкін сіздің достарыңыз бәрі осы сөз қоймайтын, да. Көптеген факторларға байланысты. Енді мен сіз үшін осындай бір жыныстық қатынасқа түсетін басты факторлар. Бұл енді жынысқа түсем ба, түспей ме деген жігіттер мен қыздарға. Ең біріншіден 4 фактор бар, ең басты 4 фактор. Бұны сіз өте маңызды ақпарат деп қараңыз, және де бір әрекет жасанғанға дейін осы факторларға қараңыз. Ең біріншісі келісім. Сізді ешкім жыныстық қатынасқа мәжбүрлеп, андай дейді ғой, угроза жасап, мысалы, сен осындай бетпесең, мен сенен кетемін, сен осылай істесең, сен мені жақсы көрмесең, мен сені тастаймын. Бұл бәрі сіздің келісімге қайшы. Түсінікті, да? То есть ешкім сіз оны нақты өзің келісім бойынша мәжбүрлеп, сізді зорлап, ешкім осында жыныстық қатынасқа сізді мәжбүрлеп зорламасын. Бұл ең бірінші сіздің өзіңіздің ішкі келісіміңіз болу керек. Екіншіден, қауіпсіздік. Бұл да, мысалы, сіз өзіңізді қауіпті екенін сезбеңіз. Мысалға, сіздің жігітіңіз, қызыңыз, мысалы, көбінесе әйелдер ғой, мысалы, қауіпсіздікті қарайтын, мысалы. Қаншалықты бұл кісі сізге қауіпті адам, сізге қауіпті адам емес. Бұл сіз қаншалықты сенесіз, қаншалықты оны білесіз, оның, мысалы, окружение дейді ғой, достарын, анауына білесіз. Бұл кісі ертең сізді тастап кетіп, мысалы, 2 қабатты жүкті болып, сізді тастап кетпей ма деген ойлар. Бәрін сіз оны қадағалаңыз. Оның семьясы қандай, мысалы, да. Кішкене қыздар бен жігіттер кішкене ойланып, бұл өте ертеңгі последствия дейді ғой, көп болуы мүмкін. Мысалы, қаншалықты қыздар, мысалы, оны білмей жыныстық қатынасқа түсіп, 2 қабат болып аборт жасап жатыр, да? Мысалы, осындайды сіз нақты қараңыз, сезімге қатты берілмей, да? Кішкене холодный разум дейді ғой. Екіншісі, сыйластық, құрмет. Бұл өте ол өте маңызды. Бұл жігіттерге де, қыздарға да. Анау боғауыз сөзбен, ой, сен анау, менсінбей,
болмайды, уже не то, уже керек емес. Сізді құрметпен, сізді жақсы көріп, сіздің бәрі андай жағдайын жасап, осындай бір қарым-қатынасқа талпыну керек. Бұл ең қалай айтуға болады, жақсы здоровый отношение дейді ғой, вот сол жайында. Соған талпынуымыз керек. Біз осындай іздегеніміз дұрыс, және осындай қарым-қатынасты, осындайға қарым-қатынас как бы ең басты фундамент именно сондай болу керек. Сыйластық, құрмет бір-біріне, да? Өте маңызды. И төртінші фактор әрине рахат алу. Екеуі де рахат алу керек. Да, то есть сіз осы жыныстық қатынасқа жалпы сұрайды, жыныстық қатынас не үшін керек, анау мынау деп. Әрине ең бірінші бұл көбею үшін, адам саны көбею үшін, жүктілі болу үшін, бала туу үшін, әрине. Бірақ кейбір мысалы ерлі зайыптылар жоспарламайды, мысалы там 1-2 жылдай біз жоспарламаймыз дегенде. Әрине әр адам өзі шешеді. Сол үшін бұлар жыныстық қатынасты бір рахат алу, бір-біріне деген сыйластық, бір-біріне деген жақындасу ретінде бұл да бір осы 4 фактордың бірі. Рахат алу, іздену, бұл көбінесе енді жыныстық қатынас кезінде, енді үйленгенде, енді тұрмыс құрғанда әрине адамдар рахат алады бір-бірінен жақсы көрген соң, бірақ уақыт өте келе, мысалы 10 жылдап тұрып, әрине кішкене қызық болмай қалуы мүмкін, да? Сол кезде түрлендіру керек. Түрлендіру, жыныстық қатынасты, жыныстық өміріңізді әйеліңізбен түрлендіріп, түрлі жолдарын тауып, екеуіңіз ізденіп, осы рахат алу жолдарын, жаңа жолдарын іздену керек. Жолдары өте көп, бұл да сексология тарапына жатқызылады. Сол үшін осы видео пайдалы болды деп ойлаймын. Ұнаса лайк басыңыз, менің инстаграм парақшама жазылыңыз. Өзіңіздің пікірлеріңізді маған қалдырыңыз. Мен міндетті түрде жаңа осындай бір видеоларды сіз үшін арнап көп шығарамын. Ең бастысы маңызды болу үшін, маңызды және де біздің қоғамға қалай айтуға болады? Біздің жалпы қазақтардың да, енді мен тек қазақтар оқырамайды, қырғыз бауырларымыз оқиды мені, да, Өзбекстаннан оқиды. Осындай сауаттылықты ашып, жын сауаттылықты беріп, көптеген мәселелерді шешетінін мен шынымен сөйтіп үміттенемін, осындай пайдасы тисін деп. Сол үшін кері байланыс, сіздің керіс байланысыңыз мен үшін өте маңызды. Менімен болғаныңыз үшін рахмет сізге. Сау болыңыз.